Қазір ер адамдардың үлкен қателігі әйелім менің разылығымды алу керек. Мен сол кезде оны бағалайым, жақсы қарайым деген сияқты ойлайды. Негізінде ол дұрыс емес. Құдай айтпаған әйелің сенің разылығыңды алғанда ғана бағала, жақсы қара, жақсы көр деп. Құдай менің бергеніме разы бол, шүкір де, жақсы қара, бағала деген. Қателік кемшілігімен қабылда. Міне сол кезде Алла еселеп береді. Сол кезде әйелің саған одан да жақсы бола береді. Ал қазір кейбір жігіттер, сен менің разылығымды алу керексің, мен разы болу үшін қызмет жасап, менің көңілімнен шығатындай, барлық айтқанымды істеп, өзіңді солай көрсетсең ғана мен саған сыйлайым, жақсы қарайым, айтқаныңды істеймін деген сияқты. Осылай көптеген отбасылар бұзылып жатыр. Ол нәрсені кім шығарған, кім айтқан, ондай нәрсе жоқ. Олай жасамаңыздар, дұрыс емес. Ол үлкен қателік. Біз риза болғанда, біз жақсылығын көріп, жақсылығын бағалағанда, жақсы қарағанда, міне сол кезде саған ол жақсы қызмет жасайды, ата-анаңды сыйлайды, қонағыңды күтеді, жақсы бақытты әйел болып жүреді. Егер отбасылық мәселе болса, жеке консультация алыңыздар.